Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тапсырмасын жүзеге асыру мақсатында 1998 жылы наурыздың 16 жылдығында Жамбыл облысы әкімінің нөмірі 81 шешімі бойынша әлеуметтік жағдайы төмен көп балалы отбасынан шыққан балалар үшін облыстық мектеп-интернат ашылды. Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысының шешімімен 2000 жылдың 20 қазанында нөмірі 15/76 бұйрығымен мектеп-интернатына Нұрғиса Тілендиев есімі берілді. Нұрғиса Тілендиевтің есімі берілуіне орай 2000 жылы 1 сәуірде мектеп мұражай ашылды. Мұражай аумағы 52 квадрат метр. Мұражай 11 бөлімнен тұрады. 2007 жылы облыстық мұражайлар байқауынан 3-ші орынды иеленді. 2013 жылы мектеп мұражайы қайта жабдықталудан өтті. 1 бөлім мектеп өмірі. Бөлімде 1998-2013 жылғы мектеп бітірушілер түлектері мен ұжымының оқушылардың қол жеткен жетістіктері мен елеулі оқиғалар жиналған. Мектепке келген қонақтардың қолтаңбасы. Мектеп-интернатының 15 жылдығына орай Нұрғиса нұрын шашқан мектеп-интернат кітабы жарыққа шықты. 2 бөлім отаныма қызмет етемін. Оқушыларға патриоттық тәрбие беру мақсатында сарбаздардың киім үлгілері, қару-жарақ макеттері, 55-13 әскери бөліммен жүргізген іс-шаралар, Қазақстандық Совет одағы батырлары, 1986 жылғы желтоқсан құрбандары, Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің альбомдары қойылған. 3 бөлім киіз үй бөлімі ұлттық киімдер, халқымыздың ұлттық киім үлгілері ұсынылған. 4 бөлім аңшылық. Қазақ халқының аңшылық пен саятшылыққа арналған құралдары мен аң терілері қойылған. 5 бөлім ұлттық аспаптар. Қазақ халқының ұлттық аспаптарының түрлері жинақталған. 6 бөлім зергерлік бұйымдар. Ұлтымыздың ұлттық зергерлік әшекей бұйымдары ұсынылған. 7 бөлім менің республикам Қазақстан. Бұл бөлімде Қазақстан Республикасы егемен еліміздің жетістіктері, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың барлық еңбектері қойылған. 8 бөлім Нұрғиса Атабайұлы Тілендиев. Бұл бөлімде ғасыр композитордың өміріне, шығармашылығына арналған естеліктер, кітаптар, суреттер мен альбомдар ұсынылған. 9 бөлім көне Тараз. Бұл бөлімде ежелгі Тараз қаласының макеті және Тараз қаласы туралы еңбектер, мектеп оқушыларының мәдени ескерткішке саяхат жасаған фото альбомдары, қыш құмыра мен ыдыстар қойылған. 10 бөлім ислам діні. Қазақстан Республикасы көп ұлтты зайырлы мемлекет. Оқушыларға ислам діні туралы мағлұмат беру үшін бұл бөлімде ислам дініне лайықты кітаптар мен бұйымдар жинақталған. 11 бөлім қолөнер бұйымы. Шебер қолдар үйірмесінде жасалған, әртүрлі техникада орындалған оқушылардың қолөнер бұйымдары қойылған.